Әмір әкесінің қателескенін дәлелдеу үшін Рейханға үйленеді. Джавидан Рейханның құлағына тозаққа қош келдің. Бұл жасағаныңа өкінетін боласың дейді. Хикмет Джавиданға балалар үйде оңаша қалсын. Біз бірнеше күнге кетеміз. Заттарыңды жина дейді. Джавидан ешқайда кетпеймін дейді. Хикмет айтқанымды орындайсың. Әйтпесе деп ескертеді. Джавидан амалсыз көнеді. Хикмет әйелі мен қызын алып кетеді. Джавидан Рейханға менің кеткеніме қуанбай-ақ қой. Қайтып келген соң нағыз тозақты көрсетемін дейді. Әмір қызметшілерді бір күнге босатады. Үйде тек Рейхан екеуі ғана қалады. Таңертең Рейхан таңғы ас дайындайды. Эмир екеуі үнсіз тамақ ішеді. Эмир Рейханның не себепті оған тұрмысқа шығуға келіскенін түсіне алмай әлек. Джемре анасына ана ауылдың қызы менен Эмирді тартып алды. Мен енді қалай өмір сүремін деп жылайды. Анасы қызын жұбатып біраз уақытқа Лондонға барып тұр деп айтады. Рейханның қамқорлығы Эмирдің ашуына тиеді. Мен үшін ештеме жасамай-ақ қой деп айқайлайды. Джавидан Джемреге қоңырау соғады. Джемре мен Лондонға кетемін деп айтады. Джавидан кетпе. Сен бізге керексің. Ана қыздан қалайда құтылуымыз керек дейді. Лейла Кемалдың үйіне ұрлыққа түсуді жоспарлайды. Эмир көшеде бір жігітті ұрып қамалады. Лейла Кемалдың үйіне ұрлыққа түседі. Масал оянып кетіп Лейланы көріп әке деп айқайлайды. Кемал қызының бөлмесіне жүгіріп келеді. Қызым, сен әке дедің ба? Сен сөйледің ғой. Аллаға шүкір деп қуанады. Лейла қашып бара жатқанда ұстап алып полицияға тапсырады. Эмирді босатады. Эмир мені неге тез босатты? Жәбірленуші соттасамын деп отырған еді ғой дейді. Комиссар, әйеліңізге рахмет айтыңыз. Жәбірленушіні көндірді дейді. Жәбірленуші жігіт Эмирге әйелің болмағанда сені кешірмейтін едім дейді. Кемал Лейланы учаскеден алып кетеді. Лейла, мені қайда апара жатырсың деп сұрайды. Кемал жауап бермейді. Компанияға кеңсесіне алып келіп маған жұмыс жаса. Қызыммен күніне 3-4 сағат бірге уақыт өткіз. Ойнат, айлығыңды төлеп отырамын дейді. Лейла бұл күмәнді. Сенің не ойлағаның бар дейді. Кемал келісім шартты оқы дейді. Лейла төленетін соманы көріп келседі. Джавидан Джемреге келіп кетпе деп жалынады. Джемре басынан сіз мені қолдағанда бұндай болмас еді. Ал енді бәрі кеш. Мені жолымнан бөгемеңіз деп кетіп қалады. Әмір Рейханға келіп сені тұрмысқа шығуға әкем мәжбүрледі ғой, айт. Сенде мен сияқты бұл некені қабылдамайсың. Тек шыныңды айт. Қорықпа, әкеме барып қазір біз бұл некені қабылдамаймыз. Ажырасамыз деп айтайық дейді. Рейхан үн қатпай. Әмір, неге үндемейсің? Сен жабық сандық сияқтысың. Неге үндемейсің? Бірдеме десеңші. Бұл некені қаламаймын деп айт. Жүр дейді. Рейхан, жоқ. Мен бармаймын дейді. Әмір, олай болса жақсылап тыңда. Мен саған ешқашан жақындамаймын. Ешқашан деп айқайлап кетіп қалады. Джавидан Рейханның киімдерін чемоданға салып сыртқа лақтырып жібереді. Рейханды сүйреп үйден шығарады. Қалай келсең, солай кет. Сен сияқты ауылдың қызы біздің отбасымызға лайықты емес дейді. Рейхан үйге қайтып кіреді. Джавидан, сенің ұятың жоқ па? Кет десе итте кетеді дейді. Рейхан жауап бермейді. Джавидан Рейханға қол көтермекші болады. Рейхан Джавиданның қолынан ұстап, қаласаңызда, қаламасаңызда мен сіздің келініңізбін. Маған бұл үйден кетпеймін дейді де бөлмесіне кіріп кетеді. Джавидан артынан барып, қайда барасың? Сені бәрібір бұл үйден қуып шығамын деп айқайлайды. Рейхан бөлмесінің есігін кілттеп алады. Джавидан, аш есікті деп айқайлайды. Қызметшіге пышақ алып кел. Есікті ашпаса бұзып кіремін. Сені қуып шықпасам Джавидан болмай кетейін дейді. Есікті бұзып кіреді. Рейханды жүр қане деп жұлқылайды. Рейхан, мен ешқайда бармаймын дейді. Джавидан ашуланып Рейханды қолынан тартып алға итеріп жібереді. Рейханның басы қабырғаға соғылып есінен танып қалады. Қызметші мен Джавидан қорқып кетеді. Джавидан, қызметшіге болған жағдайды ешкімге айтушы болма. Әйтпесе сені құртамын дейді. Әмір келіп қалады. Қызметшіден не болды деп сұрайды.
Қызметші білмеймін келсем еденде жатыр екен дейді. Әмір Рейханды ауруханаға апарады. Хикмет Рейханнан не болғанын сұрайды. Рейхан үнсіз Джавиданға ұзақ қарап тұрады. Джавидан қорқып кетеді. Рейхан басым айналып құладым деп айтады. Джавидан Рейханға келіп неге шындықты айтпадың? Маған жақсылық жасағандай болмай-ақ қой. Сені бәрібір қабылдамаймын. Кетпейтін болсаң бұл тек басы ғана дейді. Рейхан қаласаңыз да, қаламасаңыз да мен сіздің келініңізбін. Рейхан тархумын дейді. Джавидан Нигерға Рейханды менің итеріп жібергенімді Хикметке айт дейді. Нигер бірақ сіз арамызда қалсын деп едіңіз ғой дейді. Джавидан Хикметке мен ештеме көрген жоқпын. Рейхан солай айтты деп айт дейді. Нигер Хикметке Джавидан Рейханды итеріп жіберіпті. Мен өзім көрмедім. Рейхан ханым солай айтты дейді. Хикмет ашуланып Джавиданға келеді. Рейханға неге тиісесің? Нигердан естідім дейді. Джавидан Құдай сақтасын, ол қыз маған жала жауып тұр. Сен осынша жыл отасқан әйеліңе сенбей, қайдағы бөтен қызға сенесің ба дейді. Хикмет Джавидан жетер. Оған тиісуші болма. Енді тиісетін болсаң, не істейтінімді жақсы білесің дейді. Әмір сыртта естіп тұрады. Джавидан сонда Рейхан үшін менен ажырасуға дайынсың ба? Ол қыз біздің де арамызды бұзды деп өтірік жылайды. Хикмет иә, дәл солай ажырасамын айтпады деме деп шығып кетеді. Әмір ішке кіреді. Джавидан Рейхан анаңа жала жапты деп жамандайды. Әмір Рейханға келіп анам саған не істеді? Қалай дәтің барды жалған сөйлеуге деп айқайлайды. Рейхан мен ештеме айтқан жоқпын дейді. Әмір өтірік айтпа. Әкем мен анам ұрсысып қалды. Екеуін ажырату ма мақсатың дейді. Рейхан егер екеуінің арасы ашылатын болса, оған ең алдымен менің жүрегім ауырады дейді. Әмір анамнан кешірім сұра дейді. Рейхан мен жасамаған нәрсем үшін кешірім сұраймын дейді. Джавидан үйінен кетіп қалады. Әмірге мен біраз уақыт қонақ үйде тұрамын. Өз үйімде бұндай қорлық көремін деп кім ойлаған деп телефонды қоя салады. Әмір Рейханды қонақ үйге Джавиданнан кешірім сұрауға алып барады. Рейхан мен жасамаған ісім үшін сізден кешірім сұраймын. Бірақ күндердің бір күні ақиқат бәрібір жарыққа шығады. Сол кезде сәлде болса, ұяттарыңыз болса, менің бетіме қалай қарайды екенсіздер. Бірақ қайдам, сіздерде ар намыс бар ма деп кетіп қалады. Әмір артынан шығып қайда барасың, машинаға отыр дейді. Рейхан өзім жетемін деп кетіп қалады. Джавидан Джемреге ұлым менің сөзіме сенді. Ана қызды үйден кетіруге аз қалды деп күледі. Ләйла масалдың тәрбиешісі болып жұмысқа тұрады. Джавидан мен Жемре Райханнан құтылу үшін жаңа жоспар құрады. Сунамен онлайн сөйлесіп жүрген Бурал есімді жігітпен келісімге отырады. Жемре Райханға құрбы болайық деп айтады. Екеуі бірге дүкен аралауға шығады. Бурал Райханның алдынан шығып, сұлу қыз, мүмкін жақыннан танысармыз. Жақын жерде кафе бар деп сөзге тартады. Райхан қарсылық білдіреді. Әмір жандарына барады. Бурал кетіп қалады. Әмір бұл кім? Деп сұрайды. Райхан танымаймын. Есі дұрыс емес біреу дейді. Әмір бөлмесінде тұрған ноутбукты ашады. Райханның Буралмен чаты ашық тұрады. Бурал сүйіктім, сені көрмегелі бірнеше сағат болды. Мүмкін үйдегілерге білдірмей сыртқа шығарсың дейді. Райхан мен бұдан артық бұл үйде тұра алмаймын. Өркөкірек ашушаң ұлы мен шешесі маған ұнамайды дейді. Бурал, аз қалды. Біздің болашағымыз үшін сәл шыдай тұр сүйіктім. Мен сені олардан құтқарамын деп жазылған еді. Әмір ашудан терісіне сыймай үйден шығып кетеді. Джавидан Жемреге жоспарымыз іске асқан сияқты. Енді Әмірді ештеме тоқтатпайды дейді. Әмір досына қоңырау шалып, бұл неке қате болды. Мені енді ештеме тоқтатпайды. Ажырасамын дейді. Әмір Райханға келіп құжатқа қол қой, сенімен ажырасамын дейді. Райхан не болғанын сұрайды. Әмір, сен менің көзіме шөп салып жүрсің. Бурал деген жігітпен хаттарыңды оқыдым дейді. Райхан, мен ол жігітті танымаймын. Мен ештеме жасаған жоқпын деп айтады. Әмір қалайда қол қоятын бол деп айқайлайды. Суна болған жағдайда Райханнан естіп Буралға қоңырау шалады. Бұл мен Суна, мен саған өзімнің фотомды емес жеңгемнің фотоларын жіберген едім.
Енді ағам мен жеңгемнің арасында түсінбестік болып жатыр. Сенен өтініп сұраймын, келіп ағаммен жолығып жағдайды түсіндірші дейді. Бурал жақсы келемін деп келсет. Артынша Жавиданға қоңырау шалып Сунаның айтқандарын айтады. Бірақ мен сіз айтқандай жасаймын дейді. Жавидан жақсы, бұл іс біткен соң ақшаңның жартысын аласың дейді. Суна Әмірге қоңырау шалып үйге кел. Сөйлесетін әңгіме бар. Тек тез келші дейді. Жавидан Сунаға ауруханаға барамыз дейді. Суна жоқ, мен қазір бара алмаймын дейді. Жавидан қоймай Сунаны ауруханаға алып кетеді. Бурал келеді. Әмір Буралды көріп, Райханға мынаны неге шақырдың деп Буралдың жағасынан алады. Райхан бір түсінбестік болды. Соны түсіндіруге келді. Тыңдашы дейді. Буралға мені шындықты айтшы. Біз таныс емеспіз ғой? Иә дейді. Бурал, не айтып тұрсың сүйіктім? Қалай таныс емеспіз дейді. Райхан Буралға, есің дұрыс па? Мен сені мүлде танымаймын. Өтінемін айтшы дейді. Бурал, мүмкін сен айтарсың біздің арақатынасымызды дейді. Әмір Буралды ұрып жығады. Бурал Райханға, кеттік сүйіктім. Қорықпа, бұл жерден кетейік дейді. Әмір күзетшіге мынаны алып кет дейді. Райхан Әмірге, ол менің ар намысымды таптап жала жапты. Қалай оны жібере салдың? Полицияға берейік дейді. Әмір Райханға, жетер. Сенің өтірігіңе тойдым. Арсыз екенсің. Енді сенімен бір үйде тұра алмаймын. Кет үйден дейді. Райхан, тыңдашы мені. Менің арым таза. Ол алаяқ маған жала жауып тұр деп жалынады. Әмір, ажырасуға қол қой. Осымен ойым бітті. Сенің түріңді көргім келмейді дейді. Райхан, жоқ, мен бұл істі бұлай қоймаймын. Мен қол қоймаймын. Сен полицияға айтпасаң мен айтамын дейді. Әмір, полицияға айтып әулетімізді масқара етпеймін. Қол қоймайтын болсаң әкеме айтамын деп Хикметке қоңырау соғады. Райхан, ағам білмеу керек. Білсе ол кісінің бетіне қарай алмаймын деп Әмірге тоқта. Айтпа, әкең білсе жаман болады дейді. Әмір, қалайда қол қоятын бол деп ашуланып шығып кетеді. Дос Әмірге, қайдағы бір алаяқтың айтқанына сенбе. Райхан, ондай қыз деп ойламаймын дейді. Нигер Жавиданға қоңырау шалып болған жағдайды айтады. Жавидан, Жеміреге іс бітті. Райхан енді ауылына қайтады дейді. Суна келіп ағасына шындықты айтып беріп, Райханнан кешірім сұрайды. Әмір мен Райхан бұл істің артында Жавидан тұрғанын білмейді. Әмір Райханнан кешірім сұрамақ болады. Бірақ Райхан, өтінемін, әзірше сөйлеспей-ақ қояйықшы деп кетіп қалады. Жавидан Буралға өтемақысын береді. Бурал, келісім шарт бұзылды. Сенің ұлың менің мұрнымды сындырды. Енді бұдан 2 есе көп ақша бересің дейді. Жавидан, айтып тұрғанын қара. Еркек болсаң неге өзіңді ұрғызып қойдың? Жетер, осымен келісім шарт бітті дейді. Жавидан Сунаны көріп, сен үйге қалай жеттің деп сұрайды. Суна, жету керек болған соң жеттім дейді. Жавидан, құрып кетсін, Суна бәрін құртты дейді. Бурал Жавиданға қоңырау шалып, маған ақшаны бермейтін болсаң ұлың мен күйеуіңе бар шындықты айтамын. Содан кейін не болатынын ойлай бер деп тұтқаны қоя салады. Жеміре Әмір мен Райханды туған күніне шақырады. Әмір, Райханның барғысы келмейтін шығар дейді. Жеміре, олай болама екен. Қалайда көндір. Екеуің бірге келетін болыңдар дейді. Құрбысына қоңырау шалып, анау ауылбай қызда туған күнге келеді. Қызық болады. Жақсылап тұрып көңіл көтереміз деп күледі. Әмір Райханға туған күн туралы айтады. Бірақ Райхан бармаймын дейді. Жеміре Райханға қоңырау шалып келуге көндіреді. Әмір мен Райхан туған күнге келеді. Жеміре достарына Райханды таныстырады. Әмір мен Райхан бір-бірін танымай 2 күнде үйлене салған дейді. Райханға, сен өзің туралы мүмкін айтарсың. Бұл жерде ешкім сені танымайды. Тіпті Әмірдің өзі де сен туралы көп білмейді. Сен ауылдың қызсың ғой. Лицейді де бітірмеген шығарсың. Ауылда қайдан болсын лицей деп күледі. Райхан, лицейді аяқтадым. Ауылда лицей болмаса да қаладан қатынап оқыдым дейді. Жеміре, солай ма деп не айтарын білмей сасып қалады. Бір айналып келіп, Райхан, сен мүлде танымайтын жігітке қалай тұрмысқа шықтың? Тіпті ойлаудың өзі бір түрлі. Денемді тітіркендіреді.
Танымайтын, өзіңді сүймейтін адаммен бір төсекте ұйықтау өзіңді қорлау, ар намысыңды таптау емес па? Мен өлсем де бұндайға келіспес едім. Фу, жиіркенішті, дейді. Райхан өзін әзер ұстап тұрады. Құрбысы Джемреге қойсаңшы деп құлағына сыбырлайды. Әмір Джемреге кейде адамның ең үлкен қателігі оның ең үлкен бақыты болып шығады. Соңғы уақытта мен соны түсіндім деп Райханның қолынан ұстап кеттік деп шығып кетеді. Райхан Әмірдің бұл әрекетін түсінбей қалады. Джемренің қызғаныштан іші күйіп барады. Райхан Әмірге қарап оның өзіне жасаған қорлықтарын есіне алады. Джемре достарын қуып жібереді. Әмір үйге келген соң Райханға сөйлесейік дейді. Райхан, сенімен сөйлесетін ештеңем жоқ. Сен маған сенбей қайдағы бір алаяқтың сөзіне сеніп менің намысымды таптадың. Енді келіп түк болмағандай сөйлесейік дейсің ба деп кетіп қалады. Әмір, бұл намысшылдығың тым артық емес па? Танымайтын жігітке ештемеге қарамай күйеуге шыққан қыз үшін, дейді. Райхан бұрылып келіп Әмірдің бетінен шапалақпен бір салады. Сен мені танымайсың. Олай болса мен туралы олай айтушы болма деп кетіп қалады. Әмір досына келіп Райханның бір беткей қырсық екенін айтады. Досы, сендер бір-біріңді жақыннан тану үшін бірге қыдыру керексіңдер. Одан кешірім сұра, дейді. Нигер Сеферге Райханның Әмірдің бетінен шапалақпен бір салғанын айтып жатқанда Жавидан естіп қояды. Не айтып тұрсың? Маған ештемені жасырмай қалай болғанын айтып бер деп айқайлайды. Нигер, мен не айтып жатқандарын естімедім. Бірақ Райхан ханым Әмір мырзаның бетінен шапалақпен салып қалды деп айтады. Жавидан Райханға жүгіріп келіп, сенің менің ұлыма қалай қол көтеруге дәтің барды? Сен келгенге дейін бәрі жақсы болған. Мен саған ұлымды ұрғанның қалай екенін көрсетемін деп қолын көтеріп жатқанда Әмір келіп қолынан ұстап қалады. Жавидан Әмірге қарайды. Ұлым, мына қыз саған қол көтеріпті. Мен бұған шыдай алмадым, дейді. Әмір, апа, бөлмемізден шығыңыз деп айқайлайды. Жавидан, ұлым, анаңды емес, неге бұл қызды қорғап тұрсың деп айтады. Әмір, апа, шық дедім ғой, шығыңыз деп айқайлайды. Жавидан Райханға жаман қарап кетіп қалады. Вурал Жавиданды ұстап алады. Жавидан, көмектесіңдер деп айқайлайды. Райхан Жавиданды көріп, тиіспеңдер, жіберіңдер деп айқайлап жанына барады. Вурал Жавиданды жібере салып, Райханды ұстап алады. Жавидан қашып кетеді. Вурал Райханға машинаға отыр деп күштеп отырғызады. Жемре Жавиданға полицияға хабар берейік деп айтады. Жавидан, тоқта. Керек емес. Полиция білсе жағдай шиеленседі. Бұл мәселені өзім шешемін. Вуралға керек ақшасын беремін, дейді. Жемре, бірақ ол есуас Райханға бірдеме жасаса, не істейміз? Іс Насырға шабатын болса, камера тұр. Бізді жасырғанымыз үшін қамауға алуы мүмкін. Жоқ, Жавидан, әпкемен бұлай қарап отыра алмаймын, дейді. Жавидан, маған сенші, дейді. Ләйлә Масалдың анасын іздеп құрбысына кет. Құрбысы Масалдың анасы бұл жерде тұрмайтынын айтады. Сіз неге оны іздеп жүрсіз деп сұрайды. Ләйлә Масал туралы сөйлесейін деп едім, дейді. Құрбысы оның қазір тұрып жатқан мекен жайын береді. Жавидан Вуралға қоңырау соғады. Бірақ оператор бұндай номер тіркелмеген деп хабарлайды. Жавидан Жемреге, егер біздің Вуралмен істес болғанымызды Әмір мен Хикмет білсе құрыдық. Бұл істі өзара шешуіміз керек. Мен оған қалайда ақша тауып апарып беремін, дейді. Жемре, ал ол Райханды өлтіріп қойса ше? Жоқ, сіз полицияға бармасаңыз мен барамын. Вуралмен сіз істес болдыңыз. Бұл іске менің еш қатысым жоқ. Мені араластырмаңыз деп кетіп қалады. Райхан, Вуралға мені жіберші. Мен саған ештеме жасаған жоқпын ғой деп жалынады. Вурал, сенің енең маған 1 миллион әкеліп беруі керек, дейді. Райхан, ал әкеп бермесе не істейсің, дейді. Вурал, онда саған не істейтінімді ойлаудың өзі қорқынышты, дейді. Райхан, ішінен ол мен үшін ақша әкеп бермейді деп жылайды. Әмір үйге келеді. Жавидан, ұлым, көріп сен неге ерте келдің? Достарыңмен бірге қыдырмадың ба, дейді. Әмір, апа, сізге не болды? Бірдемеге алаңдап тұрсыз. Тыныштық па, мен бөлмемде боламын деп кетіп қалады. Қызметшіден Райханды сұрайды. Қызметші серуендеуге шығып кеткен. Әлі келмеді, дейді. Вурал Жавиданға хабарласып 1 миллион сұрайды. Жавидан, мен ондай ақшаны қайдан табамын, дейді. Вурал 3 сағаттың ішінде алып келетін бол.
Әйтпесе сұлу келініңді өлтіремін дейді. Әмір естіп қояды. Әмір Жавиданға келіп, апа, не болып жатыр? Мен бәрін естідім дейді. Жавидан болған жағдайды айтады. Әмір Вуралға қоңырау соғып, ақшаны қайда апару керек деп сұрайды. Вурал полицияны араластырушы болма. Әйтпесе сүйікті әйеліңді өлтіремін деп мекен-жайды айтады. Вурал Райханға, мен ойланып қалдым. 1 миллионды да сені де өзіммен бірге алып кетемін. Сен екеумізге өміріміздің соңына дейін жетеді дейді. Райхан Вуралдың бетіне түкіреді. Әмір компаниясы шетінен ақша сұрайды. Бірақ бухгалтер, мен ондай қомақты ақшаны Хикмет мырзаның рұқсатынсыз бере алмаймын дейді. Әмір шұғыл жағдай. Түсіндіріп жатуға уақыт жоқ. 1 сағатта алуым керек дейді. Бухгалтер бере алмайтынын қайталайды. Әмір досына өзінің мотоциклін сатып ақшаны алып Вуралға барады. Вурал ақшаны алып Әмірге ішке кір дейді. Әмір Райханның қолын шешіп жатқанда, Вурал тапаншаны тақап Райханға бері жүр дейді. Әмір, мен саған сұраған ақшаңды бердім. Енді не керек саған дейді. Райхан, мен өлсемде сенімен бармаймын дейді. Вурал, олай болса күйеуің өледі дейді. Әмір, менің мәйітімді аттап қана алып кетесің Райханды деп Вуралға тап береді. Тапанша атылады. Әмірдің иығына оқ тиеді. Вурал есікті кілттеп қашып кетеді. Әмір мен Райхан іште қамалып қалады. Ләйла әкесіне Масалдың анасын іздеп жүргенін айтады. Әкесі олардың жеке өмірлерінде нең бар? Үйге қайт деп ұрысады. Хикмет Жавиданға Әмір 600 мың сұратыпты. Мен себебін сұрадым. Айтпады, сосын бермедім дейді. Жавидан, неге бермедің? Керек болған соң сұраған ғой деп ашуланады. Хикмет, ондай үлкен сумманы не істеуі мүмкін? Мен саған айтқанмын, ұлыңды еркелетпе деп. Ондай ақшаны себепсіз бере алмаймын деп кетіп қалады. Жавидан Әмірге қоңырау шалады. Бірақ Әмір жауап бермейді. Райхан Әмірдің жарасын таңады. Жавиданның мазасыз түрін көріп, Хикмет не болғанын сұрайды. Жавидан айтуға оқталып өзін тоқтатады. Жеміреге қоңырау шалып үйге келуін өтінеді. Жеміре келеді. Енді тек Райханның емес, Әмірдің де басы қатерде. Ал егер ол есалаң Әмірге бірдеме жасаған болса, не істейсіз? Осылай ештеме жасамай отыра бересіз ба? Жоқ, бұл іске енді мені араластырмаңыз деп кетіп қалады. Райхан от жағады. Әмір, сенде тоңған боларсың. Кел жаныма жат дейді. Ләйла Масалдың анасымен сөйлесуге келеді. Сыртқа бір әйел шығып, Севда шет елге кетіп қалған. Оны не істейсің деп сұрайды. Ләйла, Масал туралы сөйлесуім керек. Анасы кеткеннен бері қызы мүлде сөйлемей қойған дейді. Әйел, Севдаға Масал керек емес. Ол тіпті оны туғысы келмеген. Неше рет түсік тастауға әрекет жасаған. Кемал мырза оған жол бермеді. Кемал мырза іс сапармен басқа қалаға кеткенде Масалды 2 күні жалғыз үйде тастап кеткен. Кемал мырза дер кезінде келіп қызын аман алып қалған. Кім біледі, мүмкін қызына не көрсетпегенін. Мүмкін оны ұрып соғып қинағанда болар дейді. Ләйла үйге келіп Масалға, сен анаңды күтіп жүргеніңді білемін. Бірақ анаң келмейді. Ол шет елге кетіп қалыпты. Енді оны күтудің керегі жоқ. Сен жалғыз емессің. Әкең және мен бармын. Біз сені ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Әкең сенің қолыңды жібермейді. Бірақ анаңды енді күтпе дейді. Кемал естіп қойып жүгіріп келеді. Сен кішкентай балаға бұндай әңгімені қалай айтып тұрсың? Қара не істегеніңді. Енді ол сенің де бетіне қарамайды. Енді ризасың ба? Мақсатың не өзі сенің де байқайлайды. Ләйла, Масал шындықты білуі керек. Севда шет елге кетіп қалыпты дейді. Кемал оның атын атаушы болма деп айқайлайды. Ләйла, әйеліңіз сіздің жаныңызды Масалдан бетер жаралаған сияқты. Сізге психологқа қаралу керек деп айқайлап кетіп қалады. Масал әкесіне келіп, мен сені қатты жақсы көремін әкешім. Ләйла, әпке, сізді менің қолымнан ешқашан жібермейді деп айтты дейді. Кемал қызының сөйлегеніне қуанып құшақтайды. Таңертең Райхан оянып, Әмірдің жағдайының нашарлап кеткенін көреді. Әмір, есіңді жиі. Саған ұйықтауға болмайды. Бұл жерден қалайда шығуымыз керек деп есікті бұзып сыртқа шығады. Райхан, мен машина жүргізе алатын болсам, сенің машинаңмен баратын едік. Сәл шыдашы.
Алдымызда машина шығар дейді. Әмір есінен танып жерге құлайды. Райхан қорқып кетеді. Әмір есіңді жи. Жоқ, сен өлмеуің керексің. Оян, мені қорқытпашы. Шыдашы, өтінемін деп жылайды. Шарасыз көмектесіңдер, кім бар деп айқайлап жолға шығады. Бір уақытта машина тоқтап Әмірді ауруханаға алып келеді. Дәрігер көп қан жоғалтқан екен. Қанына инфекция түскен. Дереу ота жасау керек дейді. Әмір Райханға саған сенбегенім үшін, сені қорлап, ренжіткенім үшін кешірші деп есінен танып қалады. Ләйлә Кемалмен ұрсып қалған соң заттарын жинап кетіп қалмақ болады. Кемал Ләйләға кетпе қал. Масал сөйлет деп айтады. Масал Ләйләнің қолынан ұстап кетпе дейді.